Ал құрметті достар, айтыскер ақын Шұғайып Сезімхан мен қасымда. Ал Чәке, енді сіз үшін жалпы қазіргі таңда айтыскер ақындар ішінен топ 5 ақын. Енді бұл 5 ақынға сыйғызу өте қиын негізі. Бірінен бірі өткен сәйгүліктер, бірақ дегенменен айтып көрейін. Меніңше ең мықты 5 ақын бұл Бекарыс Шойбеков, Жанарбек Бұлғақов, Мұхтар Ниязов, Рүстем Қайыртайұлы, және де мынау соңғы уақытта ерекше өнермен көзге түсіп жүрген Қазірет Бердіхан. Тамаша. Енді сіз үшін осы уақытқа дейін ең сәтті айтыс және ең сәтсіз айтыс деп қайсысын айтар едіңіз енді? Ең сәтті айтысым деп 2016 жылы Ақтөбе қаласында үлкен республикалық ақындар айтысы өтті. Ол кезде жас баламыз, осы ауыз тұғымен алысқан, Ринат бастаған, Айбек аға бастаған үлкен жүйріктер барды. Сол айтыста бағым жанып, бағыммен бабым қатар келіп, бас жүлдесін алып кеттім. Сол өмірімдегі бір ең сәтті айтыс болған сияқты. Ең сәтсіз айтыс деп, осы қателеспесем 18-де ме 19-да ма Қызылжарда бір айтыс өтті. Өзім кішкене ауырғыштап барған ем. Сахнада тамағым бітіп қалып құрысын. Елдің алдында жан даусым шығып, маңдайымнан суық терім моншақтап аққан еді. Сол бір сәтсіз айтысым болған сияқты. Тамаша, рахмет сізге. Рахмет. Құрметті достар, айтыскер ақын Қайнар Алагөзов Қайреке, көріме қуаныштымын. Сіз үшін топ 5 ақын. Енді біреуін айтып, біреуін айтпай кетуге көңіліне қарайтын адамдарымыз, бірақ енді 5 ақын айту керек. 6 болмайды. 5 ақын. Ахметжан Өзбеков, Айбек Ережеп, Нұрлан Мұсаев, Мұхтар Ниязов, Аян Сейітов. Тамаша. Енді сіз үшін енді осы уақытқа қанша айтыста жүрсіз? Сәтті айтыс және бір сәтсіз айтыс. Ең сәтті шыққан айтысым, ең алғаш осы республикалық айтысқа келгенде 2006 жылы Айбек Қалиев ағаммен шыққам. Ең сәтсізі Жандарбектен оңбай тұрып жеңіліп едім, соны білемін. Тамаша. Енді сізді білеміз, қанша хит өлеңдеріңіз бар, сөз шығарған. Сіз үшін жаңағы 5 үздік Өзім шығармаларыңыз. Қайсысы деп ойлайсыз? Жүрегіңізге жақын деп айтайыншы, жүрегіңізге жақын. Енді жалпы өзім шығармам болғаннан кейін бәрі маған ұнайды енді. Ұнамаса шығармайтын едім ғой. Олардың ішінде енді хит болғандарын айтайын, енді топ 5. Ақтөбеде жоқ, Алматыда жоқ. Алло, Төреғалимен ерке айтатын. Бол жанымда, Төреғали айтатын. Қанат пен Әли айтатын, жанында бол деген. Сосын Айбат Жанғалиев бауырым айтатын, Ақмама деген әнім бар. Жалпы көп қой жетеді. Рахмет. Ой, рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен қасымда Еркебұлан Қайназар, айтыскер ақын. Ереке, сіз үшін топ 5 ақын. Осындай рубрика сұрап жатырмыз. Енді бөліп жарып айту қиын, шынын айту керек. Қазір Қазақстанда ақын көп. Мен үшін топ ақындардың ішіне Бекарыс Шойбеков кіреді, Мелис Қосынбаев кіреді, Айбек Қалиев, Жібек Болтанова, жастардан Рүстем Қайыртай. Тамаша. Ереке, енді осы уақытқа дейін көптеген айтыстардың ішіндегі сіз үшін ең сәтті айтыс және ең сәтсіз айтыс қайсысы деп ойлайсыз? Ең сәтті айтыс бұл Жансая Мусинамен айтысым. Өйткені Жансаямен мен неше рет айтысым, соның бәрінде сәтті болды. Енді сәтсіз айтыстар мынаумен деп айту қиын. Бағыма қарай сәтсіз айтыстар да болған. Жақсы, көп рахмет сізге. Достар, құрметті достар, мен қасымда айтыскер ақын Нұрлан Есенқұлов. Нұреке, сіз үшін сәтті айтыс және сәтсіз айтыс қандай? Сол сахнаға шығып, бабың келіп, тура қарсыласқа дөп жауаптар айтып шыға алсаң, ол сәтті айтыс болады ғой. Мен енді бірден бір сәтті айтысым, қазіргі таңда азуын айға білеген Ринат Сайтов бауырымыз бар, өте мықты ақын. Сол ақын бауырымызбен айтысқан кезде Алла шабыт берді, аузымызға жақсы сөз салды. Сол керемет сәтті шығып кеткен айтыс болды, сол Асыл домбыра айтысы. Ал енді сәтсіз шыққан айтыстар да болады. Кейде бір жаңағыдай мазаң болмай, сондай бір ауырып қалып жатқан жағдайлар болады. Осы қайбір жылы Астана күніне орай бір үлкен айтыс болды Астана, Елордада. Сонда Сара Тоқтамысовамен айтыстым. Сол жерде бір сәтсіздеу айтыс болды, шыны керек. Енді бізде рубрика арнайы сұрап жатырмыз, барлық енді жеке пікіріңізді. Нұрлан ағамыз үшін, Нұреке, сіз үшін қазіргі таңдағы топ 5 айтыскер ақын. Ол енді бірінен бір өтеді, негізі бар ғой. Жүйрікте де жүйрік бар, әліне қарай шабат дейді ғой. Бұл не бір мықты кіл жүйріктер бар. Мен қазір бір бөліп
жарып айтқым жоқ, айтпай ақ қоямын. Жақсы, көп рахмет сізге.